Бәріңізге сәлем. Бүгін бізде математикалық сауаттылықтың келесі тақырыбы сандылық тізбектерге байланысты. Енді сандар тізбегі ол сандардың белгілі бір ретпен, заңдылықпен, тәртіппен орналасуы. Сандар тізбегі белгілі бір санның қосылуы, азайтылуы, көбейтілуі, бөлуі, тағы да сол сияқты амалдармен жүзеге асады дейді. Так, бірінші мысалда қараңдар. 19, 26, 34, 43, 53 келесі сұрақ белгісінің орында тұрған санды табу керек та. Астында мына жерде жауаптар тұр екен. Қарасыңдар, 7 деген сан қосылып тұр мына жерде. Мына жерде 8 деген сан, 9 деген сан, 10 деген сан, 11 деген сан, яғни қосылып тұрған сандарымыз кезек-кезек өседі. 7-тен бастап 8, 9, 10, 11 сөйтіп кете береді. Келесі сонда бізде 53-ке 11-ді қосатын болсақ, 64 деген сан шығады екен. Заңдылық деген осы нәрсе. Келесі мысал. Төменде берілген сандар белгілі бір заңдылықпен орналасқан 16, 8, 24 және А 36, 18 Б дейді. Дұрыс тұжырымдау керек. Мына жерде варианттар беріп қойған екен. Так, астында жауаптар бар. Қараңдар. 16-ны 2-ге бөлген. 2-ге бөлген, потом оны шыққан санды 3-ге көйткен. Көрдіңдер ғой? 2-ге бөледі, 3-ге көйтеді. 2-ге бөледі, 3-ге көйтеді. Оның өзі бір заңдылық. 2-ге бөледі, 3-ге көйтеді. 2-ге бөледі, 3-ге көйтеді. Одан кейін сан в-ны 2-ге бөлетін болсақ, келесі сан шығады екен. Ең бірінші біз аны тауып алуымыз керек. Яғни 24-ті 2-ге бөлген кезде бізде 12 деген сан шығады екен. Яғни А-мыз тең болады 12-ге. Потом 36, 18, 18-ді 3-ге көйтсек бізде 54 сан шығады. Вот тең болады 54-ге. Бізге сұрайды, 4А үлкен Б-дан дейді. Қай вариант дұрыс дейді? Б 54 дейді. Но дұрыс вариант негізі. 2А үлкен 30-дан дейді. Но келмейді. 2А-ны 12-ге өткенге 24, но келмейді. Дұрыс вариант шығып тұр, жерде қаландар Б деп. Қаландар келмейді екен. Бұдан 9-ға бөлетін болсақ, 6 деген сан шығады дейді. Мынау да келіп тұр ғой. Е варианты. Дұрыс тұжырым дейді. Аға 42 қоссақ 54 шығады. 12 қосамыз 42-ні 54 дейді. Бұл да вариант келіп тұр екен. Мына вариант тоже келеді. 54-ті 9-ға бөлеміз 6 деген вариант. Яғни бізде дұрыс варианттар Б, Д, Е деген варианттар келеді. Қаландар келмейді. Мына жерде 4-ті 12-ге өтсек 48 үлкен бола алмайды 54-тен. Келесі мысал, төменде берілген сандар белгілі заңдылықпен орналасқан дейді. А минус Б-ны табу керек. Қараңдар. 14, 8, минус 1, одан сөйтіп кете береді. Заңдылығы берілген жерде қараңдар. 3-ке еселі тізбек сандар ретімен азайтылып жатыр. 3-ке еселі тізбек сандар. Тізбек деген мана айтқанда бірінші сабақта кезек-кезек тұрған сабақта сандар. 14, 14-тен одан кейін 6-ны азайтпаймыз 8, одан кейін 9 азайтпаймыз минус 1, одан кейін азайтпаймыз уже 12-ні. Қараңдар, минус 1 азайтылған 12. Бізде минус 13 береді. 2 минус қатар келсе, олар қосылып кетеді, бізде 13 береді. Минус 13. Одан кейін минус 15. Мына үстінде тұрған сандарымыз ол 3-ке еселі сандар. Минус 13, минус 15, олар қосылады, минус 28 береді екен. Жазылып тұрған бері қараңдар. Одан кейін минус 18, минус 18, минус 28, бізде минус 46 не береді. Ой, минус 46 емес. Минус 46. Енді А минус Б-ны тап дейді. А деген бізде берілгенде минус 1. Жердегі А ғой. Азайтамыз минус Б дейді. Б-ны орнына 46-ны қоямыз. Б-ны орнына тұр. Минус 46. Минус 1. Минус пен минус жақшан шыққан кезде плюс деп береді. 46. Минус 1 плюс 46. 46-тан 1-ді азайтып саламыз. 45 шығады. Таңбасы плюс. Төменде берілген сандар белгілі заңдылықпен орналасқан дейді. Тағы да нәрсе. Сұрақ белгілерінің орнына сәйкес келетін санды тап дейді. Енді қараңыз, заңдылық деген ол кезек-кезек тұрмайды сандар деген.
бір санды тастап араға, сөйтіп те заңдылық құрастыруға болады. Ол мысалға былай: -3 минус, 2 қойып тұр. Көрдіңдер, -3 -6 2 қойып тұр. Былай 2 қойып тұр. Көрдіңдер. Одан кейін тоже 2 қойтеміз, сонда бізде -24 шығады кемдер. Мынаны қараңдар. Не болып тұр? 6 қосып тұр. 6 қосып тұр, келесі 6 қосатын болсақ 23 екен. Болды, сонда -24, келесі -23 деген заңдылықтар екен. Қарайық, жарқын әрбір саны үшіншіден бастап, оның алдыңғы екі санның қосындысы болатындай етіп, сандар тізбегін жазды дейді. Тізбектің 4-ші мүшесі алдыға, ал 6-ші мүшесі 15-ке тең дейді. Сан тізбегінің 7-ші мүшесін табу керек дейді. Бетек. Бірінші сан болсын, екінші сан, үшінші сан, 4-ші сан 6 дейді. Сосын 5-ші сан, келесі 6-ші сан бізде 15 болсын. Жетек сан табу керек. Қараңдар, әрбір үшіншіден бастап дейді. Әрбір алдыңғы екі санның қосындысы болатындай етіп, сандар тізбегін жазған дейді. Қараңдар, мысалға, мына жердегі екі санның қосындысы 15 беру керек. 6 мен жердегі бір санды қосқан кезде 15 керек. Өйткені екі санның қосындысы келесі санды береді дейді. Екі санның қосындысы келесі санды береді дейді. Сонда жерде қанша болады? 9 болады да. Өйткені 6-ға 9 қоссақ 15 шығады. Одан кейін бізге келесі санды 7-ші мүшесін тап дейді. 7-ге 15-ті қосатын болсақ, бізде 24 екен. Міне, 6 қосылған 9, 15, 9 қосылған 15, бізде 24. Мысалы, келесі санды тауып аламыз, тоже біз. Олар 15-ке 24-ті қоса қоясыңдар, 39 дейді. Бізде 24 деген жауап бар екен, Е вариантында. Түсінікті ғой?